Қарағым, мен баламен өмір бойы бірге тұрамын. Ешқашан ұлым бөлек шықпайды, ол менің жалғыз балам. Онымен бірге тұрғың келсе, маған көнуің керек. Көнбесең, мені ұнатпасаң, келген жағыңа кете бер. Той болмай тұрғанда шешіп алайық, деді Айманның болашақ енесі. Айман үйіне келіп, анасының етегіне құлады. Анашым, біздің мақсат екеуміздің арманымыз көкке ұшқандай. Енем мені ұнатпайды, сол себепті той болмайтын сияқты, тіпті үйленбегенімізде дұрыс шығар деп еңіреп жылады. Қызым, уайымдама. Баяғыда менің де тойым болмай, жоспарым көкке ұшқан еді, деді анасы. Қызы таң қалып, басын көтерді. Анашым, қашан? Сіздің тойыңыз ба? Қашан? Қалай? Сіз ешқашан айтпап едіңіз ғой. Иә, мен бұл оқиғаны ешқашан айтпап едім. Қазір айтып беремін. Менің университетті бітіргеннен соң дипломмен аудан орталығына кеттім. Осылайша мен пәтер жалдап, жұмысымды жасап жүрдім. Сөйтіп жүргенде қаладан тағы бір жігіт келді. Екеуміз де қаладан келген, жас маманбыз, сонымен қатар танымайтын аудан орталығында тұрып жатырғандықтан әңгімелеріміз жарасып кетті. Демалыс күндері қалаға бірге барып, жексенбі күні бірге аудан орталығына қайтып жүрдік. Осылайша олар бір-бірімізге бауыр басып кеттік, арты достыққа, содан соң махаббатқа ұласты. Екеуміз бір жылдай кездесіп жүрдік. Аудан орталығында екеуміз бөлек-бөлек пәтер жалдап тұрып жаттық. Бір күні жігітіме аудан орталығынан бір бөлмелі пәтер берді. Ол қуанып, маған келіп жаңалығымен бөлісіп, үйленуге ұсыныс жасады. Мен де келісімімді бердім. Осылайша екеуміз неке сарайына барып, арыз жаздық. Бір айдай күту керек болатын. Екі жаққа хабарлап, жайлап тойдың жағдайына кірісіп кеттік. Бір күні менің тұрып жатқан пәтерімнің иесі келіп, маған ертесіне пәтерді босатуымды сұрады. Шұғыл түрде ақша керек болып, пәтерді сатып жіберіпті. Маған бір ауыз ескертпеді. Содан мен болған жағдайды жігітіме айттым. Ол бірден келіп, менің заттарымды жинасып, өзінің үйіне алып кетті. Содан бұл жағдайды оның анасы да естіді. Ол өзі жалғыз ұл болатын. Анасы жалғыз өзі өсірген. Әкесінен ажырасқалы, жолдары мәңгіге екіге айырылысқан. Сөйтіп екеуміз бір аптадай тұрдық. Бір күні азанда біреу есікті қағады. Ашып қарасақ, жігітімнің анасы келіп тұр. Қолында заттары көп. Амандасып, шай беріп, жайғасып демалды. Заттарына қарасам, бір-екі күнге келген адамға ұқсамайды. Содан менде шыдамай, сіз ұзаққа келдіңіз ба, дедім. Ол, иә, мен бір жолата келдім. Үйімді саттым. Ол үйім өте ескі болатын. Қалада жалғыз өзім не істеймін? Ұлымның қасында болайын деп шештім, деді. Мен таңғалып жігітіме қарадым. Түнде біздер ас бөлмеде, болашақ енем залда ұйықтады. Ас бөлме өте тар болатын. Түнімен ұйқы болмады. Содан келесі күні жұмысқа кеттік. Кешке келдік. Бір кезде үстел үстінде менің болашақ енем, сен неге менің ұлыма таңғы ас жасап бермейсің? Күнде жұмысқа аш кетеді, деді. Менде жұмысқа ештеңе ішпей жемей кетемін. Жұмысқа барғасын шай ішеміз, дедім. Жігітіме қарасам, онда үн жоқ. Анасының қамқорлығы майдай жағып барады. Мені қорғап бірдеме айту жоқ. Содан енем ол үндемеген сайын, күшке мінді, келгелі бері байқап жүрмін. Менің бір жолата көшіп келгенімді жақтырмай жүрсің. Қарағым, мен жалғыз ұлымнан бөлек тұратын жағдайым жоқ. Ұлыммен бірге тұрамын. Сен сияқтылар оның үй алғанын естіп қолына кіріп алмас үшін деп қойып қалды. Бұл сөздер мені қатты жаралады. Менің бар үмітім жігімінде болды. Ол бірдеме айтатын шығар деп ойладым. Мен шақырдым, немесе мен әкелдім деп. Тіпті болмағанда, анашым, сіз қатты кетіп жатырсыз деп болсын, әйтеуір бірдеме айтатын шығар деп күттім. Алайда ол үнсіз тұра берді. Мен заттарымды жинадым да тайып тұрдым. Кетіп бара жатырсам, жігітім артымнан жүгіріп келіп, анасымен сөйлесетін айтты. Ал мен сол жерде үнсіз тұрғанын кешіре алмадым. Ол үнсіздік маған көп нәрсені түсіндірді. Ер азамат ретінде, арқа сүйер ретінде ол өте әлсіз еркек екеніне көзім жетті. Неке бөлімнен арызымды алып кеттім. Кейіннен сенің әкеңді кездестірдім. Сен дүниеге келдің.
Қазір әлі де ол туралы кейде естіп қаламын. Әлі сол үйінде анасымен бірге тұрады екен. Менен кейін бір қызға үйленген екен. Кімнің кінәсінен екенін білмеймін, бірақ көз ұзамай ажырасып кетіпті. Міне қызым, сол себепті кейде үзілген қарым-қатынастар бір жағынан жақсы да, олар сені бақытсыздықтан қорғағаны болуы да мүмкін. Айман анасының бұндай жағдайды басынан кешіргенін ешқашан естімеген еді. Таң қалғаннан өзінің қайғысын да ұмытып кетті. Жылап отырған еді, көзінің қашан кеуіп қалғанын да байқамай қалған. Содан анасы ашылып әңгімесін айтқандықтан Айман да анасына ашылып бәрін айтты. Мақсатпен екеуі жарты жыл бұрын танысқан екен. Мақсат келбетті, қалталы, оқыған азамат болды. Алайда ажырасқан болатын. Бірінші некеден бір қызы бар екен. Қазіргі таңда қызын бірінші әйелі бағып жатыр екен. Ал Мақсат демалыс күндері кездесіп алимент төлеп тұрады екен. Ажырасуының себебі әйелінің көзге шөп салуы болған екен. Оның үстіне Мақсаттың досымен. Содан бері Мақсат досымен де әйелімен де жылы қарым-қатынасты үзген болатын. Мақсат қала сыртындағы 2 қабатты үйде тұратын. Жалғыз өзі. Алайда бұл үй Мақсаттың анасына тиесілі еді. Анасы шет елге көшіп кеткен екен. Бір күні Мақсат Айманға анасының қонаққа келетінін айтты. Анасын бірге күтіп алуды ұсынды. Айман қуана келісті. Мақсатпен бірге әуежайға барды. Анасын күтіп алып көлікке отырды. Содан үшеуі Мақсаттың үйіне барды. Айман болашақ енесінің алдында жақсы көріну үшін шай қойып дастархан жайды. Дастарханды жайнатып шай құйып отырған кезде Мақсаттың анасы Мақсаттың бірінші некедегі қызы туралы сөз қозғады. Айман бұл жаңалықты Мақсаттың өз аузынан естігендіктен таң қала қоймады. Айманды бұл жаңалық шошытпағанын байқап, Мақсаттың анасы бірінші келіні туралы сөз қозғады. Айман жағдайды бірден түсінді. Мақсаттың анасы ұлының бірінші әйеліне қосылғанын қалайды екен. Орталарында бала бар дегендей. Сол себепті келінімен жақсы қарым-қатынаста екен. Немересімен де жақсы араласады. Жиі барып көрісіп тұрады екен. Мақсатқа бұл әңгіме жақпай қалды. Мақсат анасына олар туралы әңгімені доғарғысы келетін айтты. Анасы тынышталғандай болды. Бірақ сөз соңында Айсұлу сенің мына қызбен кездесіп жүргеніңді көрмесін деп Айманның көзінше қойып қалды. Мүмкін әдейі де айтқан болар. Мақсатты жалт қарап, неге? Көрсе не болады екен? Біз ажырасқан адамдармыз. Менің жеке өмірім бар. Айманды неге тығуым керек? Айсұлу, сенің әркіммен бір кездесіп жүргеніңді көрсе, сенімен қосылмақ түгілі, сөйлескісі де келмей қалады ғой деп айтты да, орнынан тұрып кетті. Мақсат жай ғана басын шайқады. Мақсат Айманға ештеңе демеді. Айманды Мақсаттың түріне қарап, болашақ енесінің сөзін елемеуге тырысты. Содан Мақсат қонақ бөлмеге барып диванға жайғасты. Айман болашақ енесімен бірге дастарханды жинауға көмектесті. Ал енесіне Айманның бұл қылығы мүлде ұнамады. Айман менің ұлымнан аулақ жүр. Ол бәрібір бірінші әйеліне қосылады. Сен сияқты жеңіл жүрісті қыздар оның жанында толып жүр. Бәріңнің ойларында бір ғана зат, ол Мақсаттың ақшасы ғана. Сонымен қатар үйленіп алсақ болды ғой деп ойлама. Мен бәрібір сендерді тұрғызбаймын. Осы үйде сендермен бірге тұрамын. Мақсат жалғыз бала шешесін сен үшін қумайды. Ал мен оның сенен ажырасып, бірінші әйелі Айсұлуға қосылу үшін бәрін жасаймын. Сол себепті қазірден бастап өзіңе басқа бай еркек тауып ал деді. Айман болашақ енесінен бұндай ауыр сөздерді күтпеген еді. Көзі жасқа толып, тілі байланып, сөмкесін алып үйден атып шықты. Жылап кетіп бара жатып есін жинады. Телефонды алып Мақсатқа хабарласты. Ал Мақсаттың даусы өте салқын еді. Мақсат сенің анаң дей бергенде, Мақсат оның сөзін бөліп, Айман неге сен менің анама сіз бізбен бірге тұрмайсыз деп айтқансың. Анамды өз үйінен қууға сенің қандай хақың бар дегенде Айман тіпті сөйлей алмай қалыпты. Бірдеме түсіндірудің бәрі бекер екеніне көзі анық жетті. Үйіне келіп анасына болған жағдайды айтып еңіреп жылады. Анасының да басынан осыған ұқсас жағдайды басынан өткергендігі Айманды шамалы тыныштандырғандай болды. Содан Айман заттарын жинай бастады. Бұрыннан бері Астанаға көшу, сол жерде тұрып, сол жерде жұмыс жасау бұрыннан арманы болатын.
Bir аптада жұмысынан шығып, билет алып, Астанадан да шықты. Жұмысты бірден тапты, өзінің мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, бастапқыда пәтер жалдап тұрды. Содан кейін азын-аулақ жинаған ақшасын бастапқы жарына етіп салып, үй аламын деп банкпен жұмысының ортасында көп шапқылады. Банк қызметкерімен танысып, ақыры үйінің кілтін алды. Қуаныштан жарылайын деп анасы мен әкесіне хабарласты. Кешке хабарлама келді. Қараса банктегі менеджер жігіт екен. Кездесуге шақырыпты. Содан екеуі жақынырақ танысып, араласып, үйлену тойларын жасады. Айман өзінің ерен еңбекпен алған пәтерінде бір жылдай ғана тұрып, күйеуінің үйіне ұзатылып барды. Ата-енесі басқа қалада тұрады. Айман қазір үлгілі келін, аяулы жар, ардақты ана.